Сәлем достар, видеоны не үшін 60 кадр секундқа түсіру керек? Дәл осындай сұрақта менің YouTube каналымдағы кейбір видеолардың астынан комментарийға және Instagramдағы дайректке маған сұраған болатын. Дәл осыны ашып айтатын болсақ, біз видеоны түсірген кезде 60 кадр секундқа және 1080 Full HD форматта түсіру керекпіз, яғни телефонда болатын болса. Яғни бұл стандартты жағдай, себебі егер сіз камераға 4К-ға түсіретін болсаңыз, ол кейін Instagramға бәрібір 1080 Full HD форматта болып түсетін болады. 4К формат тек қана YouTube-қа салатын болсаңыз түсіреді. Және 4К форматқа түсіретін болсаңыз, тіпті оның видеосы 1 минуттық видеоның өзі 400-500 мегабайт сондайға дейін кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін сіздің памятіңізді көп алмау үшін 1080 Full HD түсірсеңіз де жеткілікті. 4К формат ол көбінесе камерада қолданылады. Ал кадр секундқа келетін болсақ, кадр секунд көбінесе кинолар 24 кадр секундқа түсіріледі, және 24-25 кадр секундқа. Егер де сіз 30 кадр секундқа видео түсіретін болсаңыз, мысалы телефонда, және оны проектте, яғни VN немесе CapCut кез келген программада монтаждаған кезде 30 кадр секундта монтаждайтын болсаңыз, сіз кейбір жерлерін баяулату керек боласыз. Баяулатқан кезде сіздің сол баяулатқан видеоңыз кішкене кідіріп, дұрыс көрсетпей, дұрыс баяуламай қалған кадр болып қалыптасып қалады. Яғни ең дұрыс жолы 60 кадр секундқа түсіру. Яғни сіз 60 кадр секундқа түсіресіз және видео проектте жаңағы монтаждап жатқан кезде проектте 30 кадр секунд деп қолданасыз. Кейбір кездерде баяулату керек болатын болса, сол кезде сіздің видеоңыз әдемі баяулайды. Яғни ешқандай задержкасыз ондай нәрсе болмайды. Егер сіз 30 кадр секундта түсіріп, 30 кадр секунд проектте салатын болсаңыз, сол кезде сіз байқайтын боласыз. Өзіңіз тексеріп көрсеңіз болады. Ал кейбір кадрларды, мысалға рекламный роликтерде жоғарыдан бірдеңе лақтырып, соны баяулатып көрсеткен кезде, ол кезде кадр секундтары көбейеді. Мысалға телефонда максимум 240 кадр секундқа дейін бар. Жылдам әрекеттерді әдемі баяулатып көрсету үшін дәл сондай үлкен кадр секундтар қолданылады. Мысалға рекламада қолданатын жаңағы фуд съемкаларда 1000 кадр секундқа дейін кей кезде қолданылады. Ол 1000 кадр секунд дегеніміз, мысалға бір суды құйып жатқан кезде, немесе сүттің рекламасы болатын болса, сүтті құйып жатқан кезде, оны жан-жағынан былай айналдырып, жаңағы сүттің қалай ағып жатқаны, жаңағы стаканның іші қалай толып жатқаны туралы дәл сондай видеоны көрген боласыздар, көрген шығарсыздар. Сондай видеоларды 1000 кадр секунд, тіпті одан да көп кадр секундтарда түсіреді. Яғни ең оптимальный жаңағы телефондағы ең дұрыс кадр секунд ол 60 кадр секунд. 30-ға да түсірсеңіз болады, егер сіз ешқандай баяулатылған видеоны қолданбайтын болсаңыз, және тездететін болса да жаңағы 60 кадр секунд жақсы болып табылады. Достар, егер осы видеода ақпараттар сіздерге пайдалы болса, осы видеоға лайк басуды және арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі видео сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.